Өмір кітап секілді. Әр парағы ашылған сайын азайып барады. Сондықтан әр күнімізді бағалай білейік. Өмірде ең қиын іс қалған көңілді қалпына келтіру. Адамдардың іздегендеріне қарап, кімге керек екенін көрінеді. Іс әрекеттеріне қарап, кімнің бағалайтынын білесің. Бірақ кім үшін қымбат екеніңді уақыт көрсетеді. Әділ адамның досы көп болмайды. Себебі ол жағымпазданып сөйлеуді білмейді. Адам басына қонған бақыттың тұрақты болуы оның мінез құлқына тікелей байланысты. Ақыл бітпес дәулетке, дәулет бітпес келбетке. Жақсы иіс тәннің тазалығынан, жақсы сөз жанның тазалығынан. Әкенің балаға талабы бағыну, шешенің балаға талабы сағыну. 60-тан ақыл сұра, 90-нан бата сұра. Өмір деген осы, бүгін бар, ертең жоқсың. Сен кетті екен деп, өмір өзен ағысын өзгертпейді. Ертеңге қалдырған 10 істен бүгін бітірген бір іс артық. Адам ақылсыздығынан азбайды. Ақылдының сөзін ұғып аларлық жүректе жігер, қайрат, байлаулылық жоқтығынан азады. Адам екі нәрсе арқылы қартаймайды. Біріншісі қайырымды ісі, екіншісі мейірімге толы сөзі. Қабырға ылғалдан тозады, адам сағыныштан күйрейді. Досыңмын деп жүріп, дұшпандығын оздырар жамандар болады. Сақтану керек. Бір қайғыны ойласаң, 100 қайғыны қозғайсың. Әйелдерді сөйлетудің миллион түрлі тәсілі бар, бірақ сөйлетпеудің ешқандай тәсілі жоқ. Жасауы мол келіннің күйеуі жуас келеді. Еркектің жаманы қатынын жамандар, елдің жаманы батырын жамандар. Жерге қаратар 7 ұлың болғанша, елге қаратар 2 ұлың болсын.